Бірі бөлімше, түннің иісі. Ауылда қараңғылық біртіндеп басып жатты. Күн батқалы 2 сағаттай болған. Аспандағы жұлдыздар әлсіз, ай көрінбейді. Күндізгі жылы ауа кебіп, енді өзен жақтан суық ылғал иіс аңқиды. Ауылдың шетіндегі ескі көпір, қара тастардан қаланған, баяғыдан бері шөгіп, кей жері мүгі басқан. Күндіз ол тым бейкүнә көрінеді. Астынан су сылдырап ағады, үстімен балалар мектепке барады. Бірақ түн түсе, оның астындағы көлеңке өзгереді. Түнгі желдің бағыты көпір жаққа бұрылғанда, ауыл адамдары есік терезесін жауып, сыртқа шықпайтын. Өйткені желмен бірге әлдебір сыбыр, әлсіз күлкі, кейде тіпті әнге ұқсаған дыбыс жететін. Кәрі кісілер бұл көпірді жын өткелі деп атайтын. Бірақ жастар оған сенбейтін. Солардың бірі Еркін еді. Ол 18-ге енді толған, қаладан келген оқушы. Қала өміріне үйреніп қалған, ал ауыл аңыздары оған күлкілі көрінетін. Сол себепті көпір жайлы естіген сайын ол тек иығын қиқан еткізетін. Бірақ сол түні бәрі өзгерді. Күн ұясына батқанда ауылдың жастары өзен жағасына жиналды. Кішкентай от жағып, шай ішіп, қалжыңдап отырды. Әңгіме қалай шыққанын ешкім аңғармады, бірақ сөз көпірге келіп тірелді. Естідіңдер ме, кеше кешкісін Бекзаттың әкесі сол көпірдің қасынан жылтылдаған жарық көріпті, деді Арсен күліп. Иә, шам секілді, сосын су үстінде бір нәрсе жүргенін айтыпты, деп қосты Данияр. Түкке тұрмайды, деді Еркін, су ағып жатыр, толқын шағылысып, жарық ойнаған шығар. Сен шынында қорықпайсың ба? Деп Арсен түртті. Неден қорқам? Көпір астындағы жыннан ба? Бәрі күлді. Бірақ Даниярдың көзіне байсалды мұң ұялады. Ол көпірде менің ағам жоғалған, деді ол баяу. Бала күнімізде бірге ойнап жүргенбіз. Бір күні ол шам алып, кешке барып еді, қайтпады. Бір сәт үнсіздік орнады. Оттың жарығы тербеліп, түтіннің иісі танауды қытықтады. Еркін үндемеді. Бірақ ішінен бәрі сенімсіз әңгіме. Ертең өз көзіммен көрем деп түйді. Түн ортасы таяғанда ауыл ұйықтап қалды. Иттер анда-санда үріп қояды, одан кейін бәрі тынады. Еркін үйінде отырды. Терезе алдындағы сағат тық-тық етеді. Ол шамын алды. Кішкентай ескі қолшам атасынан қалған. Қараңғыда қорықпа, жарық сенің досың деген сөзі есіне түсті. Сол шамды жағып, ол сыртқа шықты. Аспан қою, ай жоқ. Жол бойы тек шөп сыбдыры мен аяқ астындағы қиыршық тастардың сықыры естіледі. Көпірге дейінгі жол ұзақ емес, бар болғаны 100 қадамдай. Бірақ әр қадам сайын қараңғылық қоюлана түскендей. Тұман да қоюлана бастады. Бір кезде ол өзен иісін сезді, суық, шіріген балдырдың иісі. Ол иіс бір түрлі еді, тірі нәрсе дем алып жатқандай. Сәлден соң Еркін көпірге жетті. Тас көпірдің үстінде ылғал тамшылары жылтырап тұр. Шамның жарығы тастардың арасынан сырғып өтіп, астындағы суды жарыққа шығарады. Бірақ сол жарық түссе де су жылт етпейді. Толқын жоқ. Су ағып жатқан сияқты емес. Тып-тыныш. Еркін көпір үстіне шықты. Жарығын төмен түсіріп, суға қарады. Қара су. Төменде өз бейнесі көмескі көрінеді. Бірақ бейненің жүзі өзінікіне ұқсамайтын сияқты. Оның көзі тым қара, тым терең. Жел шықты. Тұман көпірдің үстіне көтерілді. Суық ауа сүйегіне дейін өтті. Ештеңе жоқ қой, деді Еркін сыбырлап. Дәл сол сәтте су бетінде әлдебір шолп еткен дыбыс шықты. Біреу тасты суға тастағандай. Шамның жарығын төмен қарай бұрды. Судың бетінде шеңбер пайда болды, және сол шеңбердің ортасынан әлсіз жарық жылт етті. Кім бар онда? Деді Еркін өз даусынан өзі шошып. Төменнен жауап жоқ. Тек әлсіз, түнгі сыбыр естілді. Жарық әкелдің бе? Еркін селк етті. Жел күшейіп, тұман айналада еріліп, дөңгеленіп, көпір астына құйыла түсті.
Шамның жарығы дірілдеп, әлсін-әлсін өшіп жанып тұрды. Сол жарықтың арасында ол судың астында әлдебір көлеңкені байқады. Кішкентай бала бейнелі сияқты. Жарық әкелдің бе? Еркін тізерлей еңкейіп, шамды төмен түсірді. Көлеңке қозғалды. Судың бетінде кішкентай қол көрінді, сұр, суық, мөлдір саусақтар шамға қарай созылып келеді. Еркіннің жүрегі дүрсілдеді. «Сен кімсің?» деді ол, бірақ дауыс шықпай қалды. Кішкентай қол су үстінен сәл көтеріліп, оның шамына тиіп кетті. Шам бірден сөнді. Қараңғылық. Суық. Тыныштық. Бірақ қараңғылықтың ішінен баяу күлкі естілді, бала күлкісі. Ол күлкі су астынан шыққандай күңгірт, тұншығып, жан түршіктірер. Еркін орнынан тұра бере артқа шегінді. Бірақ аяғы тайып, тас үстіндегі балдырдан сырғып кетті. Суық су тізесіне жеткенде, ол бір нәрсенің өз аяғын орап алғанын сезді. Тартты. Төменге қарай. Еркін айқай салды, бірақ дауысын тұман жұтып қойды. Шам су бетіне қайта шықты, өзі жанып тұр. Ал еркінің айқайы су астына сіңіп жоғалды. Сол түні көпірдің астынан әлсіз күлкі тағы да естілді. Бірақ бұл жолы ол ұзаққа созылды. Қараңғылықтың өзі тыңдап тұрғандай. Таң атты. Бірақ күн шыққан жоқ. Аспанның түсі сұр мен көктің арасында ауыр, тұнжыраған. Ауыл үстінде тұман әлі кетпеген. Еркіннің үйінде жарық жоқ. Әкесі есіктің алдында ұзақ тұрды. Есікті ашып, ұлының төсегіне қарады, бос. Кешегі киімі сол күйі орындықта жатыр. Шам жоғалған. Анасы жерге тізерлей отырып. Кеше түнде кетем деп еді ғой көпірге, деді көзінен жас шығып. Сол сәтте үй ішіне ауыр үнсіздік орнады. Тіпті сағаттың тықылы естілмейді. Құдды біреу бүкіл ауылдың уақытын тоқтатып қойғандай. Сыртта тек жел еседі. Және алыста өзен жақтан әлсіз күлкі жетеді. Бірақ оны ешкім естімегендей ауыл ақсақалдары мен үлкендері бір жерге жиналды. Солардың ішінде ең көнесі Сабира апа. Бәрі үнсіз отырғанда ол баяу ғана сөйлей бастады. Бұл бірінші рет емес, деді ол. Қашаннан бері? Деп сұрады ауыл молдасы. Сабира апа көзін жұмды, баяғы жылдарға оралды. Көпір салынған кезде мен жас келін едім, ерім құрылысшылардың арасында болды. Солардың ішінде бір адам бар еді, аты жөнін ешкім білмейтін. Үндемейтін, таңертеңнен кешке дейін тастарға бірдеңе қашап отыратын. Не қашайтын? Таңбалар. Сөз емес, сурет емес, өрмекші торына ұқсайтын сызықтар. Бір күні ауыл балалары оның жанына барып күлді. Ал ол басын көтеріп, баланың көзіне қарады. Сол сәтте бала шалқасынан құлап түсті. Есі ауысқандай айқайлап жүгіріп кеткен. Сол бала кейін көпір астынан табылды. Өлі күйде. Сабира апа тоқтады. Терең тыныс алды. Ол адам көпірді салып біткен соң өзенге кіріп кетті де қайтып шыққан жоқ. Сол күннен бері көпір тыныш емес. Ертеңінде Арсен мен Данияр көпірге барды. Адамдар оны іздеп жүр. Бірақ су тым тұнық, тым терең көрінді. Арсен көпірдің тастарына назар аударды. Шын мәнінде Сабира апа айтқан таңбалар бар еді. Мүгі басып кеткенімен кей тұстарда айқын көрінеді. Дөңгелек ортасында сызықтар, айналасында қисық белгілер. Данияр еңкейіп қарап тұрып. Бұлар жазу сияқты, деді. Арсен қолымен сипады, тас суық, бірақ бір түрлі тірі сияқты. Тербеліп тұрғандай. Мүмкін бұл жай жарылған тас шығар, деді Арсен өзін жұбатпақ болып. Бірақ дәл сол сәтте астынан әлсіз дыбыс шықты. Көпірдің астынан. Тастың арасынан жіңішке сыбыр естілді. Келдіңдер ме? Тағы бір жарық. Арсен артқа шегінді. Данияр болса суға қарады. Судың бетінде әлдебір нәрсе қалқып тұр, кішкентай темір шам. Бұл еркіннің шамы? Деді ол. Бірақ шамның ішіндегі жарық өздігінен жанып тұр еді. Сол күні ауылда үрей тарады.
Кешкісін ешкім сыртқа шықпады. Ауыл мешітінен азан да әлсіз естілді, үн әлдеқайдан тұншығып жеткендей. Арсен үйінде отырды. Терезенің сыртында тұман тағы пайда болды. Жел әлсіз, бірақ есіктің саңлауынан салқын иіс кіреді. Шамның жарығында дәптерін ашты. Бірнеше таңба салып көрді. Сол сәтте дәптер парағы дірілдеп, сия өздігінен жайылып кетті. Жүрегі зу етті. Терезе сыртына қарады. Сол жақта әлсіз жарық жылжып бара жатыр. Көпір жақтан. Ол жарық бір сәтке тоқтап, тура Арсеннің үйіне бұрылды. Біреу қарап тұрғандай. Сосын жарық баяу сөніп, тұманның ішіне сіңіп кетті. Түн ортасы. Арсен ұйықтап жатқан жоқ. Кенет жер сәл дір етті. Бірнеше секундқа ғана. Сосын бәрі тынышталып қалды. Бірақ ол орнынан тұрған кезде терезе әйнегі дірілдеді. Даладағы иттер ұлып жатыр. Терезеге жақындап еді, алыстан өзеннің бойындағы тас көпірдің үстінде әлсіз көгілдір жарық жанып тұр. Және ең сұмдығы, сол жарық жанған сайын ауылдың іргесіндегі тастар қозғалып жатқандай. Бірі жерге батып барады, бірі жоғары көтеріліп келеді. Тастардың арасынан сыбыр естіледі. Біреу келді, тағы біреу. Арсен айқайламақ болды, бірақ дауыс шықпады. Терең бір қорқыныш кеудесін қысты. Ол тұманды тесіп қарап еді, көпірдің үстінде біреудің сұлбасы тұр. Ұзын көлеңке. Жарық шам ұстап тұр. Бірақ ол шамның жарығы емес. Суға түскен ай сияқты бозғылт от. Ал көлеңке еркінге ұқсайтын. Екінші күн. Күн шықпады. Аспан күңгірт, ауаның түсі сүр мен жасылдың ортасында. Тыныштық тым ауыр, құдды табиғаттың өзі демін ішіне алғандай. Арсен түні бойы ұйықтай алмады. Көзін жұмса, тұман ішінен еркіннің жүзі елестейді. Көзін ашса, бөлмесінде әлдебір қозғалыс бардай. Таңғы сәтте ол Сабира апаның үйіне бармақ болды. Бірақ есік ашық тұрды. Ішке кірсе, ешкім жоқ. Бірақ дастархан үстінде бір қағаз жатты. Егер түнде жарық көрсең, қашпа. Ол сені іздейді. Бірақ көзіне тура қарама. Арсеннің қолы дірілдеді. Жолдың арғы бетінде тұман қалқып тұр. Сол тұманның ішінен әлсіз сыбыр келді. Арсен. Бұл еркіннің дауысы еді. Тыныш, бірақ тұншығып шыққан. Жер астынан шыққандай. Күн ұясына батпай жатып, аспан қараңғыланды. Жел көтерілді. Түн ерте түсті. Ауылдың иттері ұлыды. Жел ұрып, терезелер дірілдеді. Арсен қолшамын алды. Көпірге қарай бет алды. Қолының дірілін тоқтата алмады, бірақ артқа қайтпады. Жолда суық тұман оны қарсы алды. Әр қадам сайын артынан ілескен дыбыс естіледі. Өз аяғының ізі ме, әлде басқа біреу ме, айыру қиын. Көпірге жеткенде өзен жылтырамайды екен. Қара сұйықтық. Ай жоқ, аспан бос. Көпірдің үстінде бір шам жанып тұрды. Сол шамның жарығы дірілдеп суға түсіп, сынық сәуле шашты. Және сол жарықтың дәл астында бір сұлба тұр. Арсен жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл еркін еді. Суға қарап тұр. Тыныш. Арқа жағы Арсенге қаратылған. Еркін. Деді Арсен, әрең сыбырлап. Еш жауап жоқ. Жел күшейді, тұман қоюланды. Еркін, бұл мен ғой. Арсен. Бірақ оның дауысы тұманның ішінде жоғалып кетті. Сұлба баяу бұрылды. Басында досының жүзі. Бірақ көзі жоқ. Тек қара шұңқырлар. Аузы жартылай ашық, ерні ақ. Сен не істедің өзіңе? Кеш келдің, деді ол баяу. Даусы суық, жансыз. Ол мені жібермейді. Кім? Төмендегі ол бәрін көреді. Сенің жарығыңды да. Арсеннің шамы дірілдеп, әлсін-әлсін сөніп жанып тұрды. Судың астынан әлсіз көпіршіктер көтерілді. Көпірдің тастары арасынан сыбыр естілді.
Бірі келді, бірі қалды. Еркін суға қарап еңкейіп тұрды. Ол тағы бір жан сұрайды деді. Сонда ғана мен босаймын. Арсен артқа шегінді. Төменнен ұзын қол су бетіне шығып келе жатты. Су емес, қара балшықтан жасалғандай. Саусақтары жіңішке, тырнақтары өткір. Олар көпірдің астынан көтеріле бастады. Көпірдің тастары жарықшағымен дірілдей бастады. Әлгі таңбалар көгілдір жарықпен жарқырайды. Тастар қозғалып, су ыдырағандай шуыл шықты. Арсен шамды тастардың біріне бағыттады, таңба қозғалып тұр. Өрмекші торындай айнала дірілдеп, ішінен әлсіз жарық ағып келеді. Ол оянды деді Еркіннің дауысы, бірақ бұл жолы тура арт жағынан шықты. Арсен жалт бұрылды, ешкім жоқ. Судың астында қозғалыс бар. Тұманның ішінен әлдебір пішін көтерілді. Адамға ұқсайды, бірақ басы ұзын, мойны бұралған. Қолдары тым көп, әр саусақ тастың үстін сипап өтеді. Арсен артқа шегінді. Бірақ аяғы тайып, тастың жиегіне келіп қалды. Сол сәтте шам сөніп қалды. Қараңғылық. Тыныштық. Бірақ қараңғылықтың ішінен бір ғана дыбыс естілді. Жарық әкелдің, енді жүрегіңді бер. Суық жел тұрып, тұман жан-жаққа тарай бастады. Арсен көзін ашқанда аспанда әлсіз жарық бар еді. Таң емес, әлдебір өзге жарық. Көпірдің үстінде жалғыз шам жанды. Судың бетінде екі көлеңке көрінді, бірі Арсендікі, бірі Еркіндікі. Еркін баяу күлімсіреп тұрды. Сен енді меніменсің, деді ол. Жоқ, деді Арсен көзін тасқа қадап. Мен мұны тоқтатам. Ол шамды көтеріп көпірдің ортасына қойды. Таңбалар жарыққа шомылып, бір сәтке жарқ етті. Су дүрс етіп қозғалып, тұман ішінен айқай шықты. Тоқтатпа! Арсен барлық күшімен шамды тастың дәл ортасына соқты. Шам сынған сәтте жарық етті де бәрі үнсіз қалды. Тек су сылдыры қайта естілді. Таң атты. Тұман кетті. Ауыл үстінде тыныштық орнады.